Сәлем, біз бүгін экстрапирамиданың негізгі 5 жолын талқылайтын боламыз. Ең бірінші жолға трактус роброспиналис жатады. Трактус роброспиналис өз кезегінде ортаңғы мидың қызыл ядросынан басталады. Неге? Өйткені қызыл ядро жалпы бұлшықеттеріміздің тонусына жауап береді. Оның тонусының төмен не жоғары болуына, жалпы оның тепе-теңдігіне жауап береді. Қызыл ядродан бастау алады. Және де өз кезегінде шыға салудан жолдар қиылысады, қиылыс жасайды. Осы қиылысты біз форель қиылысы деп айтамыз. Форель қиылысын жасағаннан кейін төмен қарай ми бағанымен бағытталып, төмен қарай ми көпірінің алдыңғы негізгінен, одан кейін сопақша мидан өтеді де жұлынның бүйір қабырғасы арқылы кіріп, ол жұлынның осындай алғы мүйізінің мотонейронына келіп, екінші неврон алады. Яғни бұл қимылдатқыш мотонейрон ядролары, неврондары. Одан кейін ол осы алдыңғы негізі арқылы түбіршіктен шығып, белгілі бір бұлшықетті барып, иннервациялайды. Яғни бұлшықеттердің тонусына жауап беріп отырады. Бұл трактус роброспиналис. Келесі бізде трактус тектоспиналис, ортаңғы мидың негізінен, яғни төбесіндегі холмиктерінен басталады. Осы холмиктерінен бастау ала отырып, ортаңғы миға келіп, сұрзатынан өткен замат ол қиылыс жасайды. Осы қиылысты біз Мейнер деп айтамыз. Мейнер қиылысын жасағаннан кейін төмен қарай ортаңғы мидан бағытталып төмен, ол осы ми көпірінің дарзальды бетін, одан кейін сопақша мидың дарзальды бетін қиып өтіп, жұлынға келген кезде бүйір қабырғасынан емес, бұл жолы жұлынның алдыңғы қабырғасы арқылы кіреді. Сөйтеді, ол да екінші неврон осы қимылдатқыш мотонейрондардан алады. Одан түбіршіктер арқылы сыртқа қарай бағытталып, белгілі бір бұлшықеттерге барып иннервациялайды. Бізде келесі трактус вестибулоспиналис. Трактус вестибулоспиналис бұл жолы ортаңғы мидан емес, ми көпірінен басталады. Бізде білетін болсақ, ми көпірінен шығатын нервтер бар, соның ішінде шығатын нерв ол 8-ші нерв. 8-ші нервпен, яғни вестибула кохлеариспен тікелей байланысқан бұл. Сол вестибуладан, яғни трактус кортиконуклеарис деген алдыңғы пирамидалық жол бар еді ғой, сол арқылы келген сырттан келетін вестибуларлы импульстарды ядросы осы жаққа қарай келеді, маяқтан бүйтіп, ядросы келеді вестибуладан маяқтағы. Вестибуладан толқындар келіп тұр импульсті, сол импульсті енді осы жердегі ядролар қабылдайды. Төменгі ядросы, жоғарғы ядросы және латералды медиалды ядролар бар. Соның ішіндегі кейбір мағлұматтарда медиалды латералды ядродан немесе латералды төменгі ядроларынан басталады дейді. Дәл осылай бастау алып, екеуі бір жолға қосылып, төмен қарай бағытталады. Төмен қарай бағыттала отырып, ол да жұлынның алдыңғы қабырғасы арқылы кіреді. Сөйтті қимылдатқыш мотонейрондарға келеді. Солайша сыртқа қарай түбіршіктермен бағытталып, өзінің ретті нелерге барады, бұлшықеттерге барады, нервтенеді. Оның негізгі қызметіне, бұл вестибуланың қызметі бізде тепе-теңдікті сақтау. Егер осы вестибуланың ішінде бізде эндолимфа деген сұйықтық болады, сол эндолимфа сұйықтығының проблемасы болса, жерде қабыну процесі болатын болса, адам тепе-теңдік сақтай алмауы мүмкін. Бұл ненің әсерінен, яғни эндолимфаның сұйықтығының әсерінен. Бізде келесі жол трактус оливоспиналис. Ол айтып тұрғандай сопақша мидың оливасынан басталады. Міне сопақша мидың оливасы. Осы сопақша мидың оливасынан басталады да төмен қарай бағытталып, бүйір қабырғасы арқылы кіріп, екінші нейрон алады. Одан кейін сыртқа қарай бағытталады. Бұның негізгі қызметі мойынның бұлшықеттерінен, мойынның қалпының реттелуіне қатысады.
Одан кейінгі бізде трактус ретикула спиналис, оның негізгі бастау орны әлі нақты анықталмаған, сондықтан оны осы ми көпірі мен сопақша мидың деңгейінен басталады деп есептейді. Сол үшін біз осындай ұзын сызық сызып, осы жердегі кез келген нүктелерден, кез келген ядролардан басталады деп есептейміз. Және де ол осы аймақтардан басталады да, төмен қарай бағытталып, ол да алдыңғы канатин. Қазір қимыл жасағым келді, қимыл жасадым, тұрғым келді, тұрдым. Тұрған кезде мен ешқандай дене мүшемді қимылдатпай тұруым керек деп миыма команда беріп жатқан жоқпын, ол сонда да соны бізге айтпай-ақ жасатып отыр. Вообще қозғалыссыз тұруды, мысалға ұйықтасақ біз миымызға айтып жатпаймыз ғой, сен ұйықтап жатсың, қазір дірілдемей жат деп ше. Оны экстрапирамидтік жүйе өзі ағартып тұрады. Ал осы экстрапирамидтік жүйенің аурулармен ауыратын адамдарда, немесе оның ядроларының бұзылыстарында, оның жолдарының бұзылыстарында қандай да бір патология болатын болса, адамда мынадай ерекшеліктер болады. Ол тыныш отыра алмайтын болады, всегда дірілдеп жүреді, всегда или тонусы бұлшықеті төмен болады, тонусы гиператонус болып кетеді, немесе всегда тепе-теңдігін сақтай алмай жүреді. Сондай патология қозғалыстармен жүреді. Және де біз экстрапирамидтік жүйенің тағы бір ерекшелігі, бізге қандай да бір фактор сырттан әсер еткен кезде, мысалға қатты айқайласа, немесе біздің алдымызға уыз шықса, немесе біз қатты қорқыныш болатын болса, біз не істейміз? Көзімізді жұмамыз, құлағымызды жұмамыз, немесе қашамыз, оны ойланып тұрып емес, бірден жасаймыз. Экстрапирамидтік жүйе деген сол нәрсені реттеп тұрады. Прям біздің қорғаныш реакциямызды ойланбастан бірден іске қосып беретін осы экстрапирамидтік жүйе. Қозғалысымызды тепе-теңдікке келтіріп беретін пирамидтік жүйе, экстрапирамидтік жүйе. Одан біздің дірілдемей қалыпты тонуста жүргенімізді де реттеп отыратын осы экстрапирамидтік жүйе болып табылады. Келесі сабақта біз оның нақты ядроларының орналасу орындарын және де оның патологиялық процестерін қарастыратын боламыз. Назарыңызға рахмет.